Қайырлы күн, қымбатты менің тыңдармандарым. Психосоматолог ретінде мен өз тәжірибемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Анау адамның бойында негативті ойлар, сезімдер, сөздер бар. Ол адамның жаны мен тәніне кері әсерін береді. Оның бірнеше түрлері бар. Мысалы, олар адамның әртүрлі ауруға шалдықтыруы мүмкін, немесе жолы болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Міне сондықтан біз осы сөздерге блок қоюымыз үшін бір кереметтей бір дұға бар. Сол дұғаны күніне кем дегенде 200 мәрте айтып жүретін болсақ, біздің жаңағы бойымыздағы бүкіл келіп тұрған негативті ойлар мен сезімдер біртіндеп позитивті ойларға, сөздерге, сезімдерге ауыса бастайды. Бұл дұға фәәләм әннәху ла илаха илляллах. Міне осы сөздерді айту арқылы біз біртіндеп позитивті ойлай бастаймыз, сөйлей бастаймыз, сезіне бастаймыз. Сіздерге пайдалы болсын. Рахмет, тыңдап